Жақсы, құрметті оқушылар, 6-шы нұсқаның 11-ші сұрағы. Жер бетіндегі табиғи радиоактивтіліктің өнімі саналатын зат. Неон дейді, аргон дейді, гелий дейді және ксенон дейді. Жалпы, мына жерде мен сіздерге 10-шы сыныптың 1-ші бөлімінің радиоактивтілік деген тақырыбы бар. Осы жерден, яғни қалдырып кеттім өзімді. Алдымен ядро альфа немесе бета сәулелер шығарады, ядро тұрақталмаған жағдайда гамма сәулелер шығарады. Альфа бөлшектер 2 протон және 2 нейтроннан тұрады. Гелий атомның ядросының құрамы тура осындай. Ғалымдар гелийдің жер бетіндегі табиғи радиоактивтіліктің өнімі санайды деп. Жалпы радиоактивтілік деген тақырыпта альфамен атқылау, бетамен атқылау деген нәрселер бар да. Егер альфамен атқылады десе, ол жерде сіздер альфаны гелий ретінде қарастырғанда ғалымдар. Яғни оның протон саны 2, нейтрон саны 2 деп тұр, яғни атомдық массасы 4 деген сөз. Ал бета атқылау десе, мысалға ол жерде оны былай жазасыздар. Асты -1, үсті 0. Позитронды атқылау деген бар, мысалы ыдырау немесе. Ол +1-де 0. Гамма атқылау деген бар, ол дегеніміз 0-де 0 деген сияқты осындай бірнеше түрлер бар. Жалпы нақтырақ мына сұрақтың жауабы бізде гелий болып табылады.